Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай керемет, жыртылмайтын, езілмейтін, сынбайтын, өте керемет болып шығатын қамыр дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға 200 грамм ұнымызды салып, ортасына бір жұмыртқа саламыз, және де 1 стакан мұздай суымызға, салқын суымызға 1 чайная ложка тұз салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз кішкене сәл қаттылау болу керек. Жұмыртқаны біз қамырымыз езіліп кетпесі үшін салатын боламыз. Мінекей, осылай қамырымыз дайын болады. Осылай екіге бөліп, жақсылап жаятын боламыз. Мінекей, қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай жыртылмайды, өте керемет консистенциясы. Қайнап жатқан кезі езілмейді, өзінің қалыбын күшті сақтайды. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Егер де рецепт ұнаса, каналыма лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, және де өз достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Меруерт Сейтқасымызға үлкен рахмет, ас болсын.